Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте тәтті әрі нәзік көрінетін опипай тортының рецептісімен бөлісетін боламын. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Лайк басып, менің каналыма тіркеліп, пікір қалдырыңыздар. 82-де 5%-тік 80 грамм сары майға 160 грамм кез келген қоңыр түстегі шоколад немесе Қазақстан шоколадын осылай водяная баняда ертіп аламыз. 4 жұмыртқаға 160 грамм қантты қосып, қанты ерігенше, жұмыртқа ағарғанша миксерлеп аламыз. Осылай ағарғанша миксерлеп аламыз да, оның үстіне ертілген сары май мен шоколадымыздың қосындысын астынан үстіне қарай араластырып отырып, барлығын құямыз. Барлығын құйып, біркелкі массы болғанша араластырамыз. Екі 200 грамм ұнды елікке салып, оның үстіне 17 грамм қамыр қопсытқышты, яғни разрыхлитель салып, какаоны салып, барлығын қасықпен араластырып аламыз да, аз-аздан сала отырып миксерлейміз. Осылай ұнымызды аз-аздан салып отырып миксерлейтін болсақ, біздің қамырымыз біркелкі тегіс болып шығады. Пергамент қағазын 4 бөлікке бөліп аламыз. Оған 24 диаметрлік форманы астын қойып, үстін осылай қысып, форма шығарып аламыз. Егер сіздерде форма болмаса, онда карандашпен сызып алуға болады. Дайын болған қамырымызды осылай астынан үстіне қарай араластырып, әр пергамент қағазға 5-6 столовый қасықпен құйып шығамыз. Құйылған қамырды осылай шекарадан шығармай біркелкі етіп жайып алсақ, біздің тортымыз тегіс әдемі болып шығады. Екі 200 градус қызып тұрған пеште шамамен 10-11 минут пісіріп аламыз. Мен піскен корждарды осылай форманың көмегімен айналасын кесіп алам. Сол кезде тортымыз бір тегіс әдемі болып шығады. Енді кремін жасаймыз. Мен креметте творожный сырынан 600 грамм қостым. Панфесто маскарпонеден 250 грамм қостым. Екі 230 грамм қантты ұнтақты електен өткізіп саламыз. Барлығын біркелкі болғанша араластырамыз. Одан соң үстіне 33-35%-тік кілегейді, яғни сливкиді құйып, қоюланғанша араластырамыз. Дайын болған кремімізді осындай кондитерлік мешокқа және 365 номерлі опипайға арналған насадкамен жасаймын. Осылай шыққан кремдеріңізді тең 3 кондитерлік мешокқа бөліп салып алсаңыз, торттарыңыздың арасына жағылған кремдеріңіз тең болып түседі. Тортымыздың корждарын жинап бастаймыз. Бірінші коржды қойып, осылай шетіне шариктерін шығарып жасай береміз. Бірінші басында қолыңыз үйреніспеуі мүмкін. 1-2 рет жасағаннан кейін үйренісіп кетесіңіз.
Сіздерде егерде насадка болмаса, онда кондитерский мешоктың басын қиып жіберіп жасай беруге болады. Онда да жақсы болып шығады. Сондықтан берілмеңіздер. Екінші коржымызды да бірінші коржы сияқты қойып, үстіне кремін жағып, үшінші коржысын қойып, солай қайталап жинап аламыз. Дайын болған тортымызды 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз да ганашты жасауға кірісеміз. 80 грамм сары майға 140 грамм шоколадты салып осылай ертіп аламыз. Оны суытып, жылы күйінде ғана тортқа құямыз. Ыссы күйінде құйсаңыз, тортыңыздың кремі еріп кетеді. Сондықтан жылытып барып құйғаныңыз жақсы. Осылай құйып, бетін тегістеп шығамыз. Дайын болған тортымыздың үстін әсемдейміз. Осылай мен клубника қойып, қантты ұнтақты септім, яғни сахарный пудра септім. Сіздер өздеріңіздің қалауыңызша түрлі түсті жемістерді қойып сәндеуіңізге, әсемдеуіңізге болады. Мінекей біздің тортымыз дайын болды. Достар, 100% сіздерге кепілдік берем. Менің рецептімен жасауға кеңес берем. Жасап көріңіздер, пікір қалдырыңыздар. Сіздермен бірге болған Салима.